Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай дәмді куриный рулет дайындайтын боламыз. Нарезка ретінде де және де ыстықта жесеңіздер болады. Менімен бірге болыңыздар. Осы бізге керек заттар осы жерде бізге фарш, ірімшік, сәбіз, жұмыртқа, піскен және укроп, жұмыртқа, майонез керек болады. Ал мына жерде мен дайын фарш қолданам. Үстіне ұсақ өткіштен өткізілген сәбізімізді, ірімшігімізді, және де уақтап тұрған укропымызды қолданам. Сіздерге укроп ұнамайтын болған жағдайда кептірген укроп, кептірген сәбіз қолдансаңыздар болады. Және де жұмыртқа, тұз, бұрыш керегінше осыдан барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған осы фаршымызды ендігі біз пергаментке үстіне азаны сұйықтамай құйып алып, осылай жағып алып толықтай. Осы фаршымызды енді саламыз. Осылай салып жайып шығамыз. Достар, осы рецепттің толықтай осы видеоның астына описание қалдыратын боламын. Бұл жерден көре аласыздар. Осылай фаршымызды жайып шығып, жарты бөлігін жайып шығамыз. Және де осы алдын ала пісірген жұмыртқамызды қойып шығамыз. Жұмыртқамыз бүтін болу қажет. Бүтін қойып шығып, ендігі үстіне келесі бөлігін, жарты бөлік фаршымызды қойып шығамыз толықтай. Жұмыртқамызды көрінбейтіндей, толықтай жабатындай қылып фаршымызды қойып шығамыз. Осылай толықтай жауып шыққаннан кейін қолымызды аздап сұйықтмайға жағып алып, осылай формасын қолымызбен келтіріп жіберсеңіздер де болады. Жаңа басыңқырап жұмыртқамыз көрінбейтіндей қылып жауып шығамыз. Ендігі біз үстіне толықтай майонез жағып шығамыз. Жан-жағын пергаментпен болмағымен қайырып қойсаңыздар болады, формамыз жайып кетпес үшін. Толықтай жайып шыққаннан 200 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мына біздің рулетіміз дайын. Толықтай ыстықта жесеңіздер де өте дәмді және де дастархан сәнін келтіреді. Сөзсіз оны жасап көрсеңіздер, міндетті түрде комментарий қалдырып тіркеліп арнама лайк басуды ұмытпаңыздар. Осылай енді шыққанын сізге жақындап көрсетейін. Осылай шығады біздің рулеттеріміз. Өте әдемі, осы дастархан сәнін келтіреді. Сіздермен болған Рима, баршаңызға да рахмет.